Көрермендер, бүгін Арманның жекпе-жегі. Бұл кездесу туралы көп айтылды, көп жазылды. Полпудниковпен болар кездесуді айта-айта жауыр болған тақырыпқа айналды. Сондықтан ол тақырыпты қозғамайық, бауырымыз үшін дұғада болайық. Арман салмақ өлшеу рәсімінен сәтті өтті. Енді алда тек ұлы айқас қана қалды. Бұл кездесу көп нәрсенің басын ашып береді. Сондықтан сұңқар үшін бүгін жауаптысын. Қасиетті жұма, қазақ батыр үшін сәтті болғай. Артқа қарауға жол жоқ, тек алға арман. Бүгін жеңіске жетсең, барша қазақтың абыройын асқақтатқаның. Дегенмен, Оспановтың жеңісіне ешқандай күмән жоқ. Әйтсе де адами фактор бар. Ол төрешілер. Мұнда төрелік әділ болар деген үміт те жоқ емес. Бірге болайық, қолдау көрсетейік. Комментке тілекті аямай жазайық. Тілек көп болса, періштенің құлағына шалынары анық. Біздің шаруа тақымды қысып, бауырымызға қолдау көрсету ғана. Сын сағаты таяды. Бүгін Атырау қаласында Gorilla Fighting Championship промоушынының 17-ші турнир өтеді. Жақында ғана құрылған бұл промоушынды дәл қазіргі таңда ТМД аймағында өте жылдам танымалдыққа ие. Батыстағы турнирді Қазақстанның жауынгерлік өнер қауымдастығы ұйымдастыруда. Бұл кеште бірнеше жерлестеріміз октагонға шығады. Олардың араларындағы ең танымалы Абылай Төлеш украиналық Зака Фатуладземен 8 бұрышты бөліспек. Бұл жай рейтингтік сын болмақ. Одан бөлек Дәурен Ермеков ресейлік Сергей Калининмен жұдырықтасады. Жұма келді жалғасулы. Жартылай жеңіл салмақта бразилиялық Алехандро Рибейрамен бақ сынасып көрмек. Ералы Абдыров болса тағы бір украиналық файтер Александр Подлесныйдің шамасын байқайды. Ал мейн-картта кілең ресейліктер десе де болады. Кештің басты жекпе-жегінде Тагир Уламбеков бразилиялық Денис Оливейра Фонтес Араужамен промоушынның чемпиондық белбеуіне таласады. Уламбеков Жалғас Жұмағұловтан жеңілгенмен қазақстандық жанкүйерлерге танымал. Бұдан бөлек Хабиб Нурмагомедовтың арағайына Осман Нурмагомедов те осында өнер көрсетеді. Оның қарсыласы қырғыз Казим Жахонгеров болмақ. Өз бауырын қолдау мақсатында Атырауға Хабибтің өзі келіп жетті. Ал оның әкесі Абдулманап Нурмагомедов бірнеше күн бойы еліміздің мұнайлы астанасында жүр. Қазақстандық боксшы қыз Фируза Шарипова кәсіпқой рингтегі мансабын аяқтады. Тараздық спортшы бұл туралы өзінің инстаграмдағы парақшасында жариялады. Сонымен ол былай деп жазды: Құрметті достар, мен спорттық мансабымды аяқтаймын деп шешім қабылдадым. Өзімнің бапкерлеріме, менеджерлеріме, командама тамаша жұмыс атқарғандар үшін алғысымды жеткіземін. Біз бірге Қазақстанның бірнеше рекордын жаңарттық. Мұншама қысқа уақыт аралығында Қазақстанда біз секілді биіктіктерді бағындырған ешкім жоқ. Өкінішке орай кәсіпқой бокстағы басты жүлдеге бір саты ғана жетпей тоқтадық. Қазақстан үшін WBC чемпиондық белбеуін 2018 жылы алып келуге болар еді. Бірақ қаржылай қиындықтарға байланысты мұндайды жасай алмадық. Бізге бірнеше рет WBC белбеу үшін өтетін жекпе-жекке қаржы бөлеміз деп уәде берді. Бірақ сол күйі ондайды көрмедік. 2 жылға жуық мен осы атақты әрбір сәтте ұтып алу үшін өзімді бабымда ұстап келдім. Бірақ күтіп шаршадым. Үлкен жеңістерге қажетті жоғары спорттық бапты ұстап тұру үлкен шығындарды талап етеді. Жүйке мен қаржыны шығындайды. Өкінішке орай бұл талпыныстарда үлкен жеңістерге ұластыратын трансформацияны көрмей тұрмын. Өзімді сендірген уәде берулер бұл аралықта өте көп болды. Бірақ бәрі сөз жүзінде қала берді. Өмір болса өтіп барады. Мен бұл аралықта бос күтумен өткізгім келмейді. Осы жылдар аралығында өзіме қолдау көрсеткен барлық жанкүйерлеріме алғыс айтамын. Басты белбеуді ұта алмағаным үшін сіздерден кешірім сұраймын. Мен қолдан келгенше талаптандым. Өкінішке орай, бұл өмірде барлық нәрсе маған байланысты емес. Міне Фирузаның сөздері осы. Оның осындай себептермен спорттан кетуі әділ шешім болды ма? Жалпы кәсіпқой бокстан мықты менеджерлер мен промоутерлер спортшыны қаржымен қамтамасыз ету керек. Ерлер арасындағы боксшыларымызда бір-екеуі ғана мемлекет тарапынан көмектер көріп жүргені болмаса, басым бөлігі осы менеджерлердің арқасында күн көреді ғой. Дегенмен әйелдер кәсіпқой боксы мүлде бөлек нәрсе. Фируза өкіметке қараумен келді. Алайда мемлекет ондай ақшаны бөле алмады. Кімді кінәлаймыз? Фирузаға шын жүректен алғыс айтамыз. Ол шындығында қысқа уақыт аралығында әйелдер боксында елімізді танытып кетті. Алдағы өміріңде сәттілік жолдас болсын саған, Фируза. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.